Абай есімі. Абай есімі қазақ халқының ұлы ақыны Құнанбаев Ибрахимнің екінші есімі. Бұл есім бала ұлы ақын Абайдай болсын деген мақсатпен кейінгі ұрпақтарға жиі қойылып отырған. Сөз етіп отырған Абай есім шығу төркіні туралы әртүрлі пікірлер бар. Ертеректе айтылған бір пікір бойынша Абай ел ағасы, от ағасы, аға татар тіліндегі абзықай, аға сөздерімен төркіндес десе, Абай Құнанбаев өмірбаян зерттеушілердің пікірінше Зере бәйбіше Ибрахим деп атауға тілі келмей еркелетіп Абай атандырған дейді. Негізінен біздің пікірімше Абай ұлы ақынның үй іші, әжесі тілі келмегендіктен қойған есім емес, халқы қадірлеп қойған екінші аты. Мағынасы ел ағасы, ел қадірлісі, құрметтісі болса керек. Оның бастапқы түбірі аба болса, соңғы қосымшасы қысқайы, құрметтеу, сыйлау мәнін білдіретін жұрнақ екені даусыз. Оны тіліміздегі атай, ағай, бабай сияқты сөздермен пара-пар қарауға болады. Абзал есімі. Абзал сөзі араб тілінен аударғанда құрметті, жоғары, ізгі деген мағынаны білдіреді. Бұл атау көбіне адам бойындағы абзал қасиеттерді, адамгершілік, құрмет пен адалдықты білдіреді. Ислам мәдениетінде бұл есім арқылы ата-аналар балаларына жақсы тілектерін, жоғары моральдық қасиеттерді дарытуды көздейді. Абзал есім мағынасы қазақ тілінде де жақсы жағына танылған. Себебі бұл сөз көпшіліктің құрметіне ие, ел үшін пайдалы, ізгі ниетті адамды білдіреді. Абзал есімін алған адамда көбіне жауапкершілік, адамгершілік қасиеттер, айналасына деген махаббат жоғары деңгейде болады деп есептеледі. Бұл есім иелер адалдықты, адал еңбекті, әділеттікті жоғары қояды және қоғамда жақсы беделге ие болуы ықтимал. Абзал есімі тек қазақ мәдениетінде ғана емес, сонымен қатар орталық Азия, таяу шығыс елдерінде де танымал. Түрік, өзбек, араб елдерінде де бұл есімге ұқсас мағынада ата-аналар өз балаларын атағанды жақсы көреді. Мысалы, түріктерде де абзал сөзі ізгілік, адамгершілік қасиеттерді білдіреді. Ал араб мәдениетінде абзал сөзі жиі құрметті адамды сипаттауға арналған. Психология тұрғысында абзал есім мағынасы есімді иеленушіге ерекше қасиетті дарытады деп есептеледі. Олар көбіне ізгі ниетті, адал, әділ, жауапты болып келеді. Абзал есім иеленген адамдардың бойында адамдармен қарым-қатынаста өздерін құрметтеуге және басқа адамдар сыйлауға бейім қасиеттер болады. Тағы бір ерекшелігі олардың адалдығы мен қоғамға қызмет етуге деген ұмтылысы. Олар достыққа берік, мейірімді, қол ұшын созуға дайын, ашық мінезді болып келеді. Айналадағы адамдарға деген қамқорлығы, елге пайдасы тигенге деген құлшынысы ерекше жоғары. Осы қасиеттер үшін олар әрдайым ел арасында қадірлі болып, абыройға ие болады. Бұл есімді жиі таңдайтын ата-аналар баласының адал, ізгі, мейірімді болып өсуін тілейді. Жалпы айтқанда, абзал есімі жоғары адамгершілік қасиеттер мен ізгілікті бейнелейді. Бұл есім адамның табиғатынан игі, жомарт, жанашыр екенін көрсетеді. Абзал есім арқылы ата-аналар өз балаларына жоғары моральдық қасиеттерді дарытуға, қоғамға пайдалы азамат етіп тәрбиелеуге деген үміттерін білдіреді. Абзал есім иеленген адамдар өздерінің атына сай қоғамға пайдасын тигізетін істермен айналысуға бейім. Олар елінің мақтанышы болып, жақындарын құрметіне бөленуге ұмтылады. Осылайша абзал есімнің иелері қоғамда ерекше орын алып, өзін мейірімділік пен жауапкершілік қасиеттерімен ерекшеленеді.